Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы тема урока тазалық сақтаймыз. Будем соблюдать чистоту. Тазалық, чистота, сақтаймыз, соблюдать. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новые слова. Аула сыпырушы, дворник. Аула сыпырушы. Сыпыру, подметать, сыпыру. Тазалық, чистота, тазалық. Сақтаймыз, соблюдать, соблюдаем. Сақтаймыз, соблюдаем. Қоқыс, мусор. Қоқыс. Қоқыс жәшігі, контейнер для мусора. Қоқыс жәшігі. Тастаймын, бросаю. Тастаймын. Есіне сақта, запомни. Аула сыпырушы, аула сыпырады. Дворник подметает двор. Аула сыпырушы, аула сыпырады. Тыңда, оқы, қайтала. Слушай, прочитай, повтори. Бұл аула. Это двор. Аулада әткеншек бар. Во дворе есть качели. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Я с друзьями играю во дворе. Аула таза. Двор чистый. Аула сыпырушы ауланы күнде сыпырады. Дворник каждый день подметает двор. Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Я во дворе не бросаю мусор. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Мусор бросаю в мусорный ящик. Бірінші тапсырма. Тыныс белгілерін қою. Поставить знаки препинания. Тыныс белгілері, знаки препинания. Менің көшем таза. Нүкте точка. Көшеге қоқыс тастамаймыз. Нүкте точка. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймыз. Нүкте точка. Менің аулам таза. Нүкте точка. Мен аулада достарымен ойнаймын. Нүкте точка. Аулада әткеншек тебемін. Нүкте точка. Айтылым, екінші тапсырма 117 бет. Сурет мазмұны бойынша мәтін құра. По картинке нужно составить рассказ. Бұл менің аулам. Менің аулам таза. Мен достарымен аулада ойнаймын. Аулада біз футбол ойнаймыз. Аулада біз орындықта отырамыз. Әткеншек тебеміз, сырғанақ тебеміз. Диалогты толтыр. Дополнить диалог. Сенің аулаң таза ма? Иә, менің аулам таза. Твой двор чистый ли? Да, мой двор чистый. Ауланы кім сыпырады? Кто подметает двор? Ауланы аула сыпырушы сыпырады. Сен қоқысты қайда тастайсың? Куда бросаешь мусор? Мен қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын.